Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді сырникілердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен сүзбемізге шекерімізді салып жақсылап араластырып аламыз біркелкі. Және үстіне жарты шай кесемен мане қашығымызды қосамыз және жұмыртқамызды електен өткізген ұнымызды қосып жақсылап массамызды дайындайтын боламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай тақтайымыздың үстіне полностью ұн сеуіп, дайын болған массамызды домалақ шарик сияқты етіп жасаймыз да ұнымызға аунататын боламыз. Дәл видеодағыдай. Және шариктеріміздің үстінен осылай басып шығу арқылы дәл осындай формаға келтіреміз. Сырникілеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған майда екі бет сарғайғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Сырникілеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Егер видеом ұнаса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.